Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше өте дәмді блинчик омлетті бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керек заттар: жұмыртқа, сәбіз, пияздың 5-6 ұн және сүт қажет болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамды мен табағыма жарып, оның үстінен тұзымды салып алдым. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Енді екеуіні араластыратын боламыз. Оның үстінен сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Оның үстінен мен ұнымды ситоға салып алдым. Ұнымның барлығыны салып, іртік болмастан, яғни біркелкі болуы қажет, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай сұйықтау болып шығады. Енді біз сәбізімізді теркадан өткіземіз. Ең майда жаңағы түрмен өткізіңіздер. Сосын 5-6 шақты осындай көк пиязымызды, яғни жуамызды майдалап турап алатын боламыз. Осылай дайындап болған соң, жаңағы сүтіміз бен жұмыртқамыздың үстінен пиязымызды саламыз. Оның үстінен сәбізімізді салып, тағы да араластырамыз. Мен 2 қасық, ас қасықта осындай өсімдік майын салып алдым. Оливковый масло салсаңыздар да болады. Енді барлығыны бірге осылай жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған сковородкамызға салып, пісіріп алатын боламыз. Достар, сковородқа қызыған соң, оның астыны төмендетіп қойыңыздар. Яғни қатты төмен де емес, орташа да емес, яғни төменнен сәл жоғары етіп, осылай пісіріп алатын боламыз. Бірінші асты піскен соң өзі осылай тесік-тесік болып шығады. Енді екінші бетіне аударып, кәдімгі блинчик сияқты пісіріп алатын боламыз. Екінші жағы да піскен соң, ыдысымызға алып аламыз. Және қалған қамырларымызды да осылай пісіріп аламыз. Менде осындай кішкентай шөміште, 2 шөміштей құйып пісірдім. Енді осылай тесік-тесік болып сарғайған соң, тағы да екінші жағына аударып пісіреміз. Достар, өте оңай, қолжетімді рецептердің бірі. Міндетті түрде осыны отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Таңғы асқа тез дайындалатын өте дәмді әрі тойымды блинчик омлеттеріміздің бірі. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.